Қазіргі таңда хит десерттерінің бірі мочи десертін дайындайтын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Апта сайын жаңа трендтегі рецепттер шығарылып отырады. Мочи десертін дайындау үшін күріш ұнын, рисовый муканы алатын боламыз. Клейковая деген кондитерлік дүкендерде сатылады. Ұнымызды сахарный пудра, су, красканы жақсылап араластырамыз. Қоюланғанша араластырып отырамыз. Бұл жерде міндетті түрде ыдыстарыңыз асты қалың болу керек. Ыдыстарыңыз қалың болады. Қалың жұқа ыдыс болса жабысып қалатын болады. Орташа отта барлық қоспаларымызды жақсылап араластыратын боламыз. Қоюланғанша. Рецепт описаниясында толық жазылып тұрады. Түсінбегендеріңіз болса, астына комментарийға қалдырыңыз, мен жауап беруге тырысамын. Қамырларыңыз осылай қоюланғанша араластырып отырамыз. Артық суын шығарып, бірінші қамырымыз дайын. Енді екінші қамырымыз тура солай. Ұнымызды рисовый мука, клейковая деген кондитерлік дүкенде сатылады. Суымызды, краскамызды қосып, жақсылап бірінші видеодағыдай қою болғанша араластырамыз. Тестаңызды қалаған түсіңізге, ұнаған түсіңізге бояп, қалаған начинка ішіне жасасаңыз болады. Ол малина, клубника, манго, маракуйя, кез келген жидекпен начинка жасасаңыз болады. Менде малина, қатқан малина, рецепт толық астында описанияда жазылатын болады. Малинамызды еріп қайнап бастағанда үстіне шекерімізбен пектинді араластырып барып қосамыз да 8 минуттай осылай орташа отта қайнатып аламыз. Пектин қосамыз. Бұл жерде пектин деген кондитерский магазиндерде болады. Мына бізде малинамыз формасын ақ кетпес үшін пектин қосылады. Формасын жақсы сақтау үшін. Кремімізге салқын холодильникте тұрған сливкиді, творожный сыр, сахарный пудрамызды қосып, жақсылап қою крем болғанша араластырамыз. Екінші дәм бізде шоколадный крем болады. Тура осы қоспаның үстіне водяной баняда еріген шоколадымызды қосатын боламыз. Шоколадымызды қосып, сразу араластырып тастаймыз. Өйткені шоколад жылы, бізде творожный сырымыз қатты тұрып қалмау керек. Қостыңыз ба шоколадыңызды сразу араластырып тастаңыз, онда комок болып қалады. Жақсылап кремімізді араластырып, мешоктарға құйып алсаңыз болады, кондитерский мешоктарға. Суыған тестамызды, ұнын себеміз, рисовый ұн, бұл қамыр бізде жабысқақ болып келеді. Осы ұнымызды суығаннан соң рисовый мукаға жұмыс жасау үшін, ыңғайлы болу үшін ұнын сеуіп аламыз. Және 30-40 граммнан бөліп, жайып, ішіне видеодағыдай крем, начинкамызды салып, не қыламыз? Формасынан келтіретін боламыз. Жасап көріңіздер. Қазіргі таңда үлпілдеген, дәмі нәзік десерттерінің бірі. Қалауыңыз бойынша кез келген сол айтып өткендей неше түрлі жидектермен жасасаңыздар болады. Жасап көріңіздер. Менің рецепт бойынша сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар. Ас болсын.